Сәлем достар, отбасымды бір қуантайын деп осындай меренге рулет жасадым. Өте дәмді шығады екен. Үйдегілер мәз болып барлығын жеп қойды. Өте дәмді екен деп, ол үшін алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Ағына азыздан қант салып отырып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 10 минуттай миксерледім. Осындай плотный масса шығады. Лимонный кислота, крахмалды салып тағы да бір араластырып алдым. Дайын болған массамызды пергаментпен бумаганың үстіне осылай жайып аламыз. Тез-тез жайыңыздар, ота қатып қалады. Осылай жайып алған екен, ұзот түсірдім. Мен дәл сеуіп, қысып тұрған 150 градус температурада пешкеде ровно 30 минут пісіріп аламыз. Креміне творожный сыр, сливки, сахарный пудраны жақсылап миксерлеп аламыз. Өте дәмді осындай крем шығады. Дайын болған меренгімізді осылай теріс қаратып суытатын боламыз. Жақсылап суығаннан кейін үстіне кремін жағамыз. Кремін жақып болған екен кез келген джем бола береді. Менде бұл жерде клубничный джем, осылай сеуіп алдым. Меренгімізді жақсылап орап аламыз. Орап алғаннан кейін өзінен қалған креммен осылай узор түсірдім. Өте әдемі көрінеді. Кез келген жеміс-жидекпен сәндей берсеңіздер болады. Сонымен өте дәмді, нәзік меренге рулетіміз дайын болды. Бір істеп жесеңіздер, үнемі істеп жейтін боласыздар. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады екен. Аппетиттарыңызды ашып жібердім ба, ал ауыздарыңызды ашыңыздар.